және оқушылар кілті тақырыбындағы 21 ақпан халықаралық ана тілдері мерекесіне арналады. Енді осы ана тілі мерекесі 1999 жылдың 17 қарашасында ЮНЕСКО-ның 30 сессиясындағы қаулысымен 2000 жылдан бастап осы 21 ақпан халықаралық ана тілдерін тойлайтын немесе атап өтетін күнге айналған болатын. Бүгінгі конференцияны ұйымдастырушылар бізде Қазақстан Республикасының президенті керемет мерекелерді дәріптеп үшін Құрметті қатысушылар, мынау тіл тақырыбында айтатын дүние де көп, айтатын мәселе де көп. Сондықтан бүгінгі біздің баяндамашыларымыз бір-бірінің айтқан мәселесін қайталай бермеу үшін әрбір сыныпқа әртүрлі біздің ақын жазушыларымыздың, мынау көрнекті тұлғалардың жаңағы нақыл сөздерін талқылайтын болады. Бүгінгі конференцияға қатысушылар, бүгінгі менің баяндамам тіл тазалығы үшін күрес, ешқашан таласталмайтын мәңгілік күрес деген Бауыржан Момышұлының нақыл сөзіне арналған. Жастардың өзге тілде сөйлеуі, баланың тілі ана тілінде емес, өзге тілге шығуы. Батырұлы Бауыржан Момышұлы кейбір ұл-қыздарымыздың ана тілін білмеуі, не шала білуі мені қатты қынжылтады. Біріншісі, балаға бесік жырын айтпайтын анадан, екінші, немересіне ертегі айтпайтын әжеден, үшіншісі, бір-бірімен қазақша сөйлеспейтін қазақтардан деген. Бауыржан Момышұлының тіл ұлт қасиетін айқындайтын белгі, ұлттық салт сана өзегі нақыл сөзін талдаймын. Қазақ тілі халқымыздың ана тілі, рухани ұлттық символы. Ол қазақ елінің ұлт болып қалыптасуынан бері онымен бірге дамыған асыл қазынасы. Кезінде сөз бастаған шешендеріміз бен ел билеген көсемдеріміз, сал-серілер мен ақын жазушыларымыз тіліміздің дамуына үлкен үлесін қосқан. Мезгілсінде тұншық қалуы ауыр соққы болып тиді. Қазақ тілінде сөйлеуге тыйым салынып, халық орысша сөйлеуге мәжбүр болды. Ана тілдің тынысы одан сайын тарылды. Осындай қиын кезеңде қазақ халқы тілінен айырылып қала жаздады. Мен ана тілінде таза сөйлеу үшін ұлы ақындарымыз Абай Құнанбаев, Мұқағали Мақатаев, Мұхтар Әуезовтың және де тағы да басқа ақындардың шығармаларын, өлеңдерін, поэмаларын оқуға кеңес беремін. Баяндамам Бауыржан Момышұлының анамыздың ақ сүтімен дарыған тілімізді ұмыту, бүкіл ата-бабамыздың тарихын ұмытумен тең. Қазақ зиялылары ұлттық тілдің ой мен сөздің құдіреттің терең танып, оған аса зор мән берген. Бүгінгі менің баяндамам тақырыбы тіл тазалығы үшін күрес, ешқашан толастамайтын мәңгілік күрес. Тіл дегеніміз қай халықтың болмасын кешегі, бүгінгі ғана тағдыр емес, бір күні де тағдыры деген тағылымға ойға оралады. Қазақстанда хабар тарататын орыс тіліндегі аса көптігі көгілдір экрандағы жарнамадан бастап ток-шоуларға дейін толыққа жуық жаулап алуы дер едік. Ал титрдегі тікелей аударма тілдің бұзылуына үлкен жәрдемші. Және конференцияға қатысушылар, мен бүгін Ахмет Байтұрсынның ұрпақ тілі келешек кілті тақырыбында баяндама дайындап келдім. 20 ғасырдағы қазақ рухани мәдениетінің көшбасшыларының бірі Ахмет Байтұрсынұлы. Өмірі аңызға, шығармашылығы үлкен маңызға ие болған көрнекті тұлға. Егер біз қазақ деген ұлт болып қалуды тілесек, онда қарнымыз ашпас, қамын қалай ойлағандай, тура солай тілімізді қалай сақтап қалуды ойлауымыз керек екен. Бір халықтың өз тілінде білім өнер болмаса, ол халықтың тілі бұзылады, өзгеріледі. Тілі жоғалған ұлттың өзі де жойылады деген нақыл сөзіндегі баяндамамды бастаймын. Ахмет Байтұрсынұлының Ленинға айтқан сөзінен ұлттың ұлтшылдығы елім жерім дегенде оянады. Отарлау саясаты кезіндегі қазақтың намысшылдығы оянуы ұлтқа бөліну емес, ол өз ұлтын дәріптеу мен өз ұлтын ардақтау болып бөлінеді. Оқығандар орыс сөзінің жүйесінде дағдыланып үйренген, ноғайша оқығандар ноғай тілінің жүйесінде дағдыланып үйренген. Қазіргі тақырып Ахмет Байтұрсынұлы, яғни ана тілі. Мен бұл тақырып қарсаңында ең маңызды нақыл сөз ретінде өз тілімен сөйлескен, өз тілінде жазған адамдардың, яғни халықтың ұлтшылығы жойылмайды. Яғни осы тақырып қарсаңында ең алдымен
Ахмет Байтұрсынұлына тоқталып кетсек, яғни Ахмет Байтұрсынұлы осы біздің ана тілінің басталуына, яғни осы қазақ әліпбиінің шығарылуына ең үлкен үлесін қосқан тұлғалардың бірі. Қазақстанның тәуелсіздігін алу үшін күреске шықты. Не үшін біз сол қазақ тілін жалғастырмасқа, не үшін қазіргі кезде қазақ тілін барынша, ана тілімізді барынша оқушыларға үйретпеске, яғни біз жас ұрпақ осы қазақ тілін, ана тілін жалғастырушылардың бірі болып саналамыз. Және де біздер осы Ахмет Байтұрсынұлы айтып кеткендей, өз тілінде сөйлеспеген қазақтардан біз ұялуымыз керек. Өз тілінде, өз ана тілін біле тұрып, шетел тілінде олар не үшін сөйлеу керек? Себебі біз Қазақстан тұрып жатырмыз ғой. Біз қазақ тілін керісінше басқа елдерге таратуымыз керек. Болса, ана тілін ұмытқан адам өзінің халқының өткенінде болашағынан да қол үзеді керек. Және де келешек ұрпаққа тіліміздің қандай маңызды әрі қымбат екенін түсіндірсек, олар қазақ тілінде сөйлеуге ұялмай, керісінше мен қазақ азаматшасымын, азаматымын деп мақтанышпен көрсете алатындай болу қажет деп ойлаймын. Әр сынып оқушысы Гузаль марапатталды. Хатым Мырзалиев. Баяндамамды хабарламай тұрып, мына нақыл сөзбен бастасам. Ана тілін арын бұл, ұятым болып тұрып етті. Өзге тілдің бәрін бұл, өз тілінде құрметті. Сұлтан Махмұд Торайғыров ағамыз жырлап кеткен. Ана тілін күші мен құдіретін туған халқымыз әуелден ақ бағдарлап, өз өнерін, бар өнерін басы деп санаған. Мысалы, өнер алды қызыл тіл, тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады. Бүгін біз сіздердің назарларыңызға қазақтың әйгілі жазушысы, қоғам қайраткері Ғабит Мүсіреповтің тіл туралы толғаныстарын ұсынамыз. Ана тілін тек өгей ұлдары ғана менсінбейді, өгей ұлдары ғана аяққа басады деп Ғабит Мүсірепов айтқандай, елдің болашағын, тілдің болашағын сақтау баршамыздың міндетіміз. Ана тілің арын бұл, ұятың болып тұрып етте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деп Қадыр Мырзали атамыз айтқандай, халықтың тәуелсіздігінің ең басты белгісі оның ана тілі, ұлттық мәдениеті. Кезінде ұлы Мұхтар Әуезов атамыз айтқандай, ана тілін білмеген адам мәдениетті адам деуге болмайды деген екен. Менің ойымша, тілдің бұрмалауына себеп болған екінші нәрсе ата-ананың балаға беретін тәрбиесі. Ана тіліне деген махаббат, отбасы тәрбиесінен басталу қажет. Ортамызда қаншама естіген сөздеріміздің түпкілікті мәнін осы жерде жетегіне жеткізіп, бүгінгі өмірдің проблемасымен байланыстыра отырып, әртүрлі мәселелерді атап өттіңдер. Сені мен әлдилеген анам мені. Бесікте белім буып бітіскемін. Сөйлесіп шешем жүнін түтіскемін. Апа деп, әдеп жылап аузымды ашып, емшектен еңбек қылып сүт ішкенмін. Ауыр әрі қасіретті болса да, құдірет жоқ төрт анаға теңделер, онсыз саннан қамбаққа ұқсап сенделер. Өзге ананың ұлылығын танымас, төрт анасын менсінбеген пенделер. Төрт анадан сенім таба алмаған, тамырсыздың басы қайда қалмаған. Төрт анасы сыйламаған халықтың ешқашанда бажыңызы жанбаған. Үйретеді кім оған ана тілін, қызғалдақтай атылған қара түрін, ата-ананың дегендей қанатымын. Сен екеуің сөйлейсің басқа тілде, үйретеді кім оған ана тілін. Сол емес пе күні түні қарайтының, бақытының өмірінің балайтын. Балан түрлі төрт бөліктің ұйқысын жұбатан деп, сенімен әлдилеген анам мені. Бесікте белім болып бітіскенім, сөйлесіп шешем жүні түскенім. Апа деп, деп жылап аузымды ашып, шешем. Ұрпақ тілі, келешек тілі, кілті тақырыбында конференцияға қатысып, ана тіліміздің мәртебесі